Ой, ақылдым менің. Ерасыл молодец. Көрдіңдер ма? Қалай істеген дұрыс па? Иә. Мектеп дұрыс шығарды ма? Иә. Естиміз. Бәріміз Ерасыл сияқты есепті дұрыс шығаруды үйренеміз. Кәні отыра ғой жаным. Бәріміз дайындаламыз. Қазір бір күнде бәріміз есеп шығаруларыңды көремін. Дайындалсыңдар. Апайсың не мақтай өтіп. Неге бәрін маған тексересіңдер? Мені неге сыныптастарым жақсы оқығанымды көре алмайды? Мен жақсы оқуым керек пе әлде жақсы оқымауым керек пе? Бірақ мен алға жылжуым керек қой. Ерасыл, сәл неге қарай тұрғын? Ертеректе шақырып жатыр, барып қайтайын. Білетінді мен бөліспеймін ба енді? Ендеше бұл арманға арманнан жуылған себебі бос қиын және бос арман. Бұл әлі дәлелденбеген тарихтың болмаған жағдай ғой. Дүние бір қисық жол бұраңдаған, бақтайса ерге дәулет құра алмаған. Күніне 99 бәле көрсең, сонда да күдер үзбе бір Алладан. Жалғыз үмітім сенде. Сәлем. Сәлем. Сен менің өткенімсің ба? Я, сонда сен менің болашағымсың ба? Менде қандай нәтижелер бар? Я, мен сенің болашағыңмын. Сен күткен нәтижеден де жоғары нәтижеге жеттің. Сен армандаған буллингті әлемнен жойдың. Мен мына құрылғыны таныту үшін не істей аламын? Не істеуім керек? Сен ол құрылғыны интернет желісіне жарияла. Сен әлі де одан да таныласың. Мен таң қалып отырмын. Өткен менен болашақты тілдестірген адам табылды. Ол адам біздің мектебіміздің шәкірті Тұрсын Ерасыл. Мен осыдан 5-6 жыл бұрын өз сұхбатымда бұл сөзге сенбестен өткен менен болашақты ешқандай тілдестіруге болмайды деп өзімнің қарсылығымды білдірген болатынмын. Бірақ дегенмен ол қарсылығыма мен қазір өзім таң қалып отырмын. Себебі мен көзім жетті. Бұл тарихта енгізілді.